Зоология ғылымының бір студенті биттің құрылысын жақсы біледі екен. Емтиханда қандай сұрақ келсе де кірістіріп айта береді екен. Бит адамның және сүтқоректілердің қанын сорып, тіршілік ететін ұсақ жәндіктер тобы. Оның 3 жұп келте аяқтары бар. Олардың ұшында матаға немесе шашқа жабысуға бейімделген имек тырнақтары жақсы жетілген деп айта жөнеледі екен. Бір емтиханда қой келіп қалыпты. Қой деген шөп жейтін 4 аяқты жануар, үстінде жүні бар. Ал жүн болған жерде бит болады. Ал биттің құрылысы мынандай деп биттің құрылысын айтып кетіпті. Бір күні емтихан алатын профессор ашуланып, бұған жүні жоқ жануардан берейін, бір қатырайын деп студентке балық құрылысын береді. Студент сәл ойланып тұрып, балықтар негізінен судағы тіршілікке бейімделген жануарлар. Жүзу жағынан олар өзге жануарлардан асып түседі. Олар өкпе арқылы емес, желбезек арқылы тыныс алады. Балықтың үстінде жүн болмайды. Ал бірақ жүн болғанда онда бит болатын еді. Ал биттің құрылысы мынандай деп тағы биттің құрылысын айтып кетіпті. Кинотеатрдағы жігіт пен қыздың ойы. Қыз: мен неге мына шалбарымды кидім? Мені толық қылып тұр. Ол не ойлап отыр екен? Жігіт: билеттер 1800 теңге, попкорн 600 теңге, таксиге ақша қалу керек. Дәрісхана. Емтихан өтіп жатыр. Профессор студенттің бағасын 3-ке көтермелеу үшін сұрақтар беріп жатыр. Жарайды. Айтшы, дәрістерде не жөнінде оқылды? Студент үндемейді. Онда дәрістерді кім оқыды, соны айтшы? Студент үндемейді. Бағыт бағдар берейін. Сен немесе мен? Дастан, сен неге сонша көңілсізсің? Отыр, Рома, брат, Денис квадрат. Айтайын. Ал айт. Походу орындық боялған. Студент Шуашбаев, сіз неге мені тыңдамай отырсыз? Дейді профессор. Мен сізді тыңдап отырмын, профессор, дейді студент. Олай болса, менің соңғы айтқанымды қайталаңыз. Студент Шуашбаев, сіз неге мені тыңдамай отырсыз? Бір күні бір жас жігіт түс көріпті. Түсінде әкім болып жатыр екен. Түсін бір молдаға жортыпты. Молда: 2-3 айда әкім болатын шығарсың депті. 2-3 айдан соң жаңағы жігіт әкім болыпты. Тағы бір күні ұйықтап жатса, президент болып жатыр екен. Тағы әлгі молдаға барып, түсімде президент болып жатыр екен. Бұны қалай жорисыз? Десе молда: түсті де адам шамасына қарап көру керек қой, депті. Дәрісхана. Емтихан өтіп жатыр. Профессор студентке: аты жөніңіз кім? Студент күлімдеп: Ербол Бекжанов. Профессор: неге күлімдеп тұрсыз? Студент: бірінші сұраққа дұрыс жауап бергеніме ризамын. Бір әйел мас күйеуін шошытпақ болады да, ақ матаға оранып, қол шамын жағып барып, күйеуін жұлқылай бастайды. Күйеуі әлде заманда ыңыранып, бұрылып: не болды? Сен кімсің? дейді. Мен албастымын. Онда танысайық. Сен осы үйдегі албастының апайысың ба, сіңлісісің бе? Дәрісханада емтихан өтіп жатыр. Келесі бір студент келгенде, профессор оның әбіржіп тұрғанын байқап: сіз неге сонша әбіржіп тұрсыз? Менің сұрақтарымнан қорқасыз ба? Студент: жоқ, мен өзімнің жауаптарымнан қорқып тұрмын. Қожанасыр бір күні кілтін жоғалтып алады. Бақшада іздеп жүргенінде әйелі: кілтті қай жерге түсіріп алған едіңіз? Деп сұрайды. Қожа: қай жерге түсіргенімді білсем, іздеп жүрер медім? Депті. Студент сынақ тапсыруға кіреді. Профессордың алдына бір бөтелке ақ қайнар қояды. Енді қанағаттанарлық. Студент бір қорап конфет қояды. Енді жақсы. Студент өте бір әдемі сәнді қаламды қояды. Профессор: өте жақсы. Сынақ кітапшаңды әкел, деп жазып береді. Студент: жақсы, енді физиканы тапсыруға барайын деп, бәрін жиыстырып пакетке салып, дәрісханадан шығып кетіпті.